Саламатсыздарбы, билимгерлер? Пәннең атауы полимерлі текстиль материалдары. Бүгінгі дәріс 6-нчы дәріс. Тоқылмаған материалдар. Флизелин, синтепон, улы файберлер жайлы болады. Дәрістің мақсаты тоқылмаған материалдардың жіктелуімен және ерекшеліктерімен таныстыру. Оларды алу және қасиеттерінің байланысуын зерделеу тәсілдері. Тігін өндірісінде қолдану аймағы. Тоқылмаған материалдардың классификациясы. Талшықтарды қосу тәсілі бойынша механикалық бекітілген, инемен тесілген, тігілген, аэродинамикалық, химиялық байланысқан, полимерлі байланыстырғыштарды қолдану арқылы, термиялық бекітілген, термопластикалық талшықтарды балқыту арқылы және біріктірілген бірнеше әдістердің комбинациясы. Тағайындалуы бойынша төсемдік материалдар: флизелин, дублерин, жылытқыштар, синтетикалық қыстағыш, холофайбер, сәндік материалдар, жасанды күдері, тоқыма емес жабындар, техникалық тоқыма емес маталар, геотекстильдер мен сүзгілер жатады. Тоқылмаған материалдарды өндіру технологиялары. Талшықты қабаттың түзілуі, яғни кенеп негіз, бұл талшықтарды механикалық, аэродинамикалық, гидродинамикалық немесе электростатикалық жолмен төсеуге болады. Табиғи, яғни мақта жүн және синтетикалық талшықтар, полиэстер, полиамид, полипропилен қолданылады. Талшықтарды бекіту, талшықтарды механикалық, химиялық немесе термиялық жолмен ұстауға болады. Яғни бекіту. Аяқтауды өңдеу, қажетті қасиеттерді беру үшін материалдарды нақтылау. Оған сіңдіру, каландрлау, іліптірілер мен престеу, ламинаттау, безерлеу, сырлау жатады. Кардан әдісі. Құрғақ процесс. Талшықтар бөлінеді, түзетіледі және картонды тарау машиналарының көмегімен қабатқа салынады. Қабат борпылдақ талшықтардың ретсіз бағыттылығымен инені одан әрі тесу немесе бекіту үшін негіз ретінде пайдаланылады. Қолданылуы синтетикалық қыстағыш, тоқыма емес, жиһаз төсеніштерде. Инемен тесу әдісі. Талшық кенеп тістелген инелермен тесіледі. Инелер талшықтардың бір бөлігін жұлып алып, оларды басқалармен шатастырады. Кенеп берік және созылуға төзімді болады. Қолданылуы крем төсемдері, жылытқыштар, геотекстильдер. Тігу әдісі. Талшық қабат жіптермен немесе талшықтармен тігіледі. Бұл тігісі бар, өте берік материал болып шығады. Қолданылуы жиһаз материалдары, матрацтар, техникалық маталар. Келесісі. Аэродинамикалық және гидродинамикалық әдістер. Аэродинамикалық тәсіл. Ауа ағыны талшықтарды торлы тасымалдағышқа тасымалдайды. Сонда олар біркелкі шөгеді. Кенепті тіпті өте қысқа талшықтардан жасауға мүмкіндік береді. Қасиеттеріне біркелкі қалыңдық пен кеуекті құрылым жатады. Қолданылуы сүзгілер, тоқыма емес жылытқыштар. Артықшылықтары біркелкілік, қысқа талшықтармен жұмыс істеу мүмкіндігі. Гидродинамикалық әдіс. Спанлейс гидробайланыс. Талшықты қабат жоғары қысымды су ағындарымен өңделеді. Талшықтар желімдерді қолданбай бір-бірімен өріледі. Қасиеттері жұмсақтық, жақсы беріктік, жоғары гигиена. Қолданылуы майлықтар, медициналық мақсаттағы бұйымдар, бір рет қолданылатын киімдер мен маскалар. Химиялық және термиялық байланыстыру. Химиялық байланыстыру талшықты қабат полимерлі байланыстырғышпен, яғни латекс, акрил дисперсияларымен өңделеді. Содан кейін ол бекітіледі. Қасиеттері пішіннің тұрақтылығы мен беріктігі. Қолданылуы астарлы тоқыма емес маталар, сүзгілер. Термиялық бекіту. Термопластикалық талшықтар, полиэстер, полиамид қолданылады. Қыздырылған кезде олардың беті балқып, көрші талшықтарды біріктіреді.
Қасиеттері: беріктігі, суға және тозуға төзімділігі. Қолданылуы: төсемдер, синтетикалық қыстағыш, тоқыма емес түсқағаздар. Спанбонд пен мелтблау. Спанбонд ол полимерлі балқытылады. Онда спиннерлер арқылы экструдталады, яғни талшықтар ауамен салқындатылады және бірден кенепке салынады. Қасиеттері: беріктігі мен біркелкілігі. Қолданылуы: медициналық мақсаттағы бұйымдар, құрылыс емес тоқыма материалдар, киімдер жатады. Мелтблау: ең жұқа талшықтар 1-5 микрометр ыстық ауа ағыны арқылы түзіледі. Қасиеттері: жоғары сүзгілеу қабілеті. Қолданылуы: маскалар, сүзгілер, қорғаныс костюмдері. Аралас әдістер: өнімділікті жақсартудың бірнеше әдістерінің комбинациясы. Мысалы, холофайбер. Талшықтар қуыс құрылымға ие және термиялық жолмен бекітіледі. Әр әдістің жұмыс істеу процесі мен алынатын кенептің қасиеттері мен қолдану аясын тоқталып өтсек. Кардан әдісі құрғақ тәсіл. Талшықтар түзетіліп және машиналармен кенепке салынады. Алынған кенептің қасиеті: борпылдақ құрылым, талшықтардың ретсіз бағыты. Қолданылу аясы: синтепон, резерин, төсем материалдарына арналған негіз. Ине тескіш әдісі: матаны тістелген инелермен теседі, талшықтарды араластырады. Алынатын кенептің қасиеті: жоғары беріктік, кеуектілік, қаттылық. Қолданылу аясы: геотекстильдер, кілем негіздері және жылытқыштар. Тігілген әдіс: жұмыс істеу процесі: талшықтардың қабаты жіптермен тігіледі. Алатын қасиетіміз: өте жоғары беріктік, тұрақтылық. Қолдану аясы: жиһаз материалдары, матрацтар, техникалық маталар. Аэродинамикалық әдіс: жұмыс істеу процесі: талшықтар таралады және ауа ағынының тұнбаға түседі. Алынған кенептің қасиеті: біркелкі қалыңдық, кеуекті құрылым. Қолдану аясы: сүзгілер мен жылытқыштар. Аэродинамикалық әдіс: спанлейс әдісі. Жұмыс істеу процесі: талшықтар қысым мен су ағындарының әсерінен тоғысады. Алынған кенептің қасиеті: жұмсақтық, тазалық, жеткілікті беріктік. Қолдану ортасы: майлықтарда, медициналық киімдерде, маскаларда қолданылады. Спанбонд әдісі. Жұмыс істеу процесі: полимер балқытылады, спиннерлер арқылы экструдталады және торға салынады. Одан алатын кенептің қасиеті: беріктік, біркелкілік, ылғалға төзімділік. Қолдану ортасы: медициналық халаттар, бетперделер, құрылыс материалдары. Келесі әдіс: мелтблау әдісі. Балқыма ыстық ауамен тартылады. Ультражұқа талшықтар пайда болады. Одан алатын кенептің қасиеті: жоғары сүзгілеу қабілеті, жұмсақтық. Сүзгілерде, медициналық маскаларда, қорғаныс костюмдерінде қолданылады. Келесі әдіс: СМС. Спанбонд, мелтблау, спанбонд әдісі. Яғни көп қабатты қабаттардың комбинациясы. Одан бізге беретін беріктігі және сүзгіштігі. Механикалық беріктік пен тосқауылдық қасиеттерін ала аламыз. Қолдану ортасы: медициналық киім, бір рет қолданылатын қорғаныш бұйымдары. Келесі әдіс: электростатикалық. Жұмыс істеу процесі: талшықтар электростатикалық өрістің әсерінен тұнбаға түседі. Ол тұнбадан алатын кенептің қасиеттері: қабаттың беріктілігі, біркелкілігі, жұқалығы. Қолдану ортасы: сүзгіш материалдар, арнайы текстиль. Талшықтарды бекіту әдістері: механикалық бекіту, яғни инемен тесу, тігу немесе гидроөру арқылы. Икемділікті, жұмсақтықты қамтамасыз етеді. Екінші: химиялық бекіту. Талшықтар полимерлердің ерітінділерімен немесе дисперсияларымен бірге ұсталады. Кептіруден кейін күшті байланыстырғыш түзіледі.
Төсем материалдары сүзгілер үшін қолданылады. Үшінші, термиялық бекіту. Қоспада пластикалық талшықтар және полиэстер, полиамид қолданылады. Қыздырылған кезде олар талшықтарды біріктіру арқылы ішінара ериді. Төзімді және жеңіл материалдар береді. Мысалы, синтетикалық қыстағыш холофайбер. Төртінші әдіс аралас әдіс. Қасиеттерді жақсарту үшін жиі біріктіріледі. Мысалы, инемен тесу және термиялық бекіту. Тоқыма емес материалдарды әрлеу. Каландрлау. Нығыстау қыздырылған біліктер арасында тігіс немесе петерлі бетперде. Сіңдіру. Шайырларды, пластификаторларды, отқа төзімді заттарды енгізу. Ламинация. Ұлпалармен, қабықшалармен, мембраналармен байланыс. Бояу және басып шығару, сәндік әрлеу. Тоқыма емес материалдардың қасиеттері. Беріктік байланыстыру әдісіне байланысты термиялық және химиялық байланыстар механикалық байланыстарға қарағанда күштірек болып келеді. Қалыңдығы мен тығыздығы технология арқылы реттеуге болады. Сіңдіргіштігі маталарға, әсіресе синтетикалық тоқыма емес материалдарға қарағанда төмен болып келеді. Ауа өткізгіштігі және жылу оқшаулау жылтқыштар үшін өте маңызды. Технологиялық қасиеті оңай кесіледі, тілімдері бойынша сақталмайды. Маңызды. Көп реттік мата емес, бұл бір реттік мата. Мысалы, медициналық бетперделерді ұзақта болады. Ал басқалары ұзаққа созылатын, мысалы, курткаларды жылытқыштар. Бүгін өндірісінде қолдану. Тоқылмаған дублерин киімнің бөлшектерін нығайтуға арналған. Бұйымның пішінінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Синтетикалық қыстағыш полиэфир негізіндегі классикалық тоқыма емес оқшаулағыш. Холофайбер оқшаулаудың жақсартылған түрі. Қуыс талшықтар, яғни жеңілдік пен жылулық. Күртешелерде, пальтоларда, балалар киімінде, ұйықтайтын қаптарда қолданылады. Тоқылмаған бір рет қолданылатын материалдар, яғни халаттар, бетперделер, қорғаныш комбинезондары, жасанды күдері, тоқыма емес жабындар, киім мен аксессуарларға қолданылады. Артықшылықтар мен кемшіліктері. Артықшылықтарына арзандығын, технологиялығын, жеңілдігі мен реттелетін қасиеттерін алсақ болады. Ал кемшіліктері беріктігі төмен, эстетикасы аз және шектеулі төзімділік. Бүгін өндірісіндегі мысалдар. Тоқыма емес дублерин жағалардың, манжеттердің, белдіктердің пішінінің тұрақтылығы үшін төсем материалдары болды. Ал синтетикалық қыстағыш холофайбер сырт киімге, көрпе қаптарға арналған жылытқыштар. Тоқылмаған төсемдер өзіндік құнын төмендетуді талап ететін қымбат емес киімдер. Бір рет қолданылатын бұйымдар, медициналық киімдер, қорғаныш халаттар және бетперделер. Бүгінгі дәрісімізді қорытындылай келетін болсақ, тоқыма емес материалдарды өндіру технологиясы алуан түрлі. Дәстүрліден тескіш заманауи спанбонд, мелтбаунд, спандонт өндіру, яғни SMS жүйелеріне дейін. Әдісті таңдау мақсатқа байланысты. Яғни беріктік керек пе, жұмсақтық керек пе, немесе ауа өткізгіштігі мен ылғалдылыққа төзімділігіне байланысты бірнеше әдістерді қолдануға болады. Тігін өндірісі ең маңыздылығы тығыстағыштар, жылытқыштар және қорғаныс материалдары. Тоқыма емес маталар тігін өнеркәсібі үшін полимерлі материалдардың маңызды класы болып табылады. Олар төсемдер, жылытқыштар, сәндік элементтер және қорғаныс бұйымдарында қолданылады. Заманауи технологиялар функционалдық мүмкіндіктерді жасауға мүмкіндік беретін мата емес. Мысалы, мембраналық материалдар, ылғал және тыныс алу қабілеті. Олардың қасиеттерін білу технологқа белгілі бір бұйымдарға қажетті материалдарды таңдауға көмектеседі. Ал білімгерлер, бүгінгі өтілген дәріс бойынша өзіңіз тексеруге арналған сұрақтарды жазып, жауап беруге тырысамыз.
Және пайдаланылған әдебиеттер тізіміндегі кітаптар және мақалалар бойынша қосымша ақпарат ізденуімізге болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен 6-шы дәрісіміз аяқталды.